Экспорт жайлы айтатын боламыз. Экспорт программасының ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін ең төмен жақта менің деген батырманы басамыз. Егер сіз бұрын соңды инэкспортқа тіркелген болсаңыздар, мына жерге аттарыңызды жазып кіре бересіздер, құпия сөздеріңіз. Мен тіркелмегенмін, сондықтан тіркелуден өтіңіз деген жерге басамын. Мына жерге телефон нөмірім жазамын, 702 аты жөнім. Ат жөндеріңіз жазасыздар. Құпия сөзді өздеріңіз ойлап табасыздар. Жалғастыруды басып кіреміз. Осы кезде бізге код келеді. тоқсан тоқсан төрт. Ой. Жаңа нөмірді қайтадан жазып. Құпия сөздеріңізді жазасыздар. Мына жаққа кіргеннен кейін жоғары жақта профильді өңдеу деген тұр ғой, соны басасыздар. Мына жерге инекс кодтарыңызды жазасыздар. Мен OGMB деп сақтай салдым. Сақтауды басасыздар. Сәтті жаңартылды деп шығады. Сосын кері қарай шықсаңыздар, міне осы жерде біздің инекс кодымыз OGMB болды. Бұл басқа сіздерге жарамайды. Әркім өзі жаңадан инекс код қою керек. Міне осы жаңа кірсеңіздер, Алматыдан тауар алу, шетел, шекара, Алматы жіберілді деп тауарларыңыздың қай жерде тұрғанын таба аласыздар. Сосын берген заказдарыңыздың трек коды болады, соны мына жерге жазып, заттарыңызды іздей аласыздар. Сол инекс код арқылы мына ас жағында жіберілді дегенге бассаңыздар, Алматыға келгенінде бал жігіттер отырады, соларға жазып, товарыңызды сол арқылы, инекс код арқылы заттарыңызды алып кете аласыздар.